жоқ болмайсың деп запрет қойған болатын. Енді уәде бергеннен кейін бұл уәдені нарушать еткім келмеді. түсінген бойынша қызғаныш мәселе болған сияқты екеуіңіздің. Сіз тойда қыз жолдас болуыңыз керек екен. Енді қазір одан кейін сөйлесуге тырысып көрдіңіздер ме? Жұп болғаннан кейін, араларыңызда сезім болғаннан кейін бізде Әмірге айтып жатырмыз мына жақтан. Асығыс шешім қабылдамай бір мәмілеге келсеңіздерші, сөйлессеңіздерші деп. Өте қиын, өйткені ол өзі бір шешім қабылдап қойған сияқты. Отписка жасап, сообщенияларға жауап бермей. Мен білмеймін, өте қиын. Мүмкін бәрі тоқтайтын сияқты. Енді ондай асығыс шешім шығармаңыздар, өтініш. Сізді күтеміз, Айдана. Барынша келсеңіз, өзіңізбен отырып тілдессек. Уақытыңыз болса, міндетті түрде студияға келсеңіз, қазір де асығыс секілсіз, енді көп уақытыңызды алмаймыз. Дегенмен хабарласқаныңызға көп-көп рахмет, Айдана. Мәселе сіздердің араларыңызда қызғаныш мәселесі болып тұр. Әмір, Айдананың сөзіне не дейсіз? Тіпті тоқтайтын секілді деп айтып жатыр. Бұл жерде болған мәселенің бергі шағы. Одан әрі де терең мәселелер бар ма еді? Иә. Содан басталған еді, иә? Солай ма? Негізінде сол құрбысының тойына баруға деген қыз жолдас болып барам дейді. Мен енді басына бар дедім. Сізден рұқсат сұрады? Рұқсат сұрағанда ол уәдесін қарым-қатынасқа дейін беріп қойған ғой. Иә. Құрбысына. Енді мен барма дей алмаймын. Ол баратын болды. Бірақ та қанша дегенмен де ол жақта басқа адаммен жүретіні андай ой алып келеді да. Сәл по-любому қызғанасың ғой. Содан кейін де бір мәселелер болды ғой. Содан басталды, иә? Иә. Балса ханым, мына жерде бар ғой. Білмеймін, қазіргі еркектер әлсіз болып кеткен ба, бірдеңке бір проблема болса сразу бастарын ала қашайды. Әмірден мына жерде бірінші отписка жасады, қызғаныш болды, анау болды, мынау болды дейді. Я не думаю то, что Айдана жаңа Шолпан айтып кеткен сияқты, өзі барып, ол деген любой затты қабылдай беретін деген секілді. Айдананы барлығымыз білеміз ғой, өте ақылды қыз. Оған негізі сенімдік таныту керек еді деп айтам да Амирға. Сразу отписаться етіп, басын ала қашып, бір какой-то проблемадан сөйтудің қажеті жоқ еді. Мына жерде Әділжан да айтып жатыр, бір нәрсе болса сразу тырысып қалған алдында сені өзің емес па? Мына жерде Ғалымжан, сен де өзің сөйлеп жатсың, кетіп қалған өзің емес па? Ислам, сен де сөйлеп жатсың мына жерде ше. Сен де бір сөзге бола, бір сайысқа бола, ренжіп, Датова ауылыңа барып демалып келдің емес па, мысалға ше? Жоқ шын ғой, қарап тұрсаңшы, бәрі әйтеуір бір ренжігіш. Бірдеңке болса ренжіп қалады, отписаться етіп жүреді, кетіп қалады, сөйлеспей қалады, заблокировать етіп жүреді. Не әңгіме деймін да? Еркек болсаңдар, еркектіктеріңді істесеңдерші. Жалпы айта кетейінші, мына жерде Назерке, жігіттің слабый деп айтудың негізі қажет жоқ. Әмір, өтініш тыңдап сөйлейікші бір-бірімізді, Әмір. Рахмет, Ислам. Негізінде, Назерке, сен толық ситуацияны білсең, қай жаққа боларың бар ғой, сразу түсінесің негізші. Сен толық ситуацияны біліп ал, содан кейін сөйле, қарата. Қыз қай жерде болмасын, егер де ол өзіне сенімді, өзін уважать ететін қыз болса, ол деген ешқандай лишнее движение допускать етпейді. Просто сенімдік таныту керек. Жалпы мына жерде Назерке сіз түсінбей отырмын да, жігіттерге әлсізсіңдер деп айтып жатсыздар да. Бірақ қараңыздар. Кез келген адам жүрегі бар ғой, кез келген адамның. Сөзді ауыр қабылдап қалады. Неге? Өйткені сөз сүйектен өтеді. Сөз қатты өткеннен кейін адам солай болып қалады. Ал енді Әмірге келетін болсақ, Әмірге айтқым келеді да, сен Айдана екеуінің араларындағы мәселені жібермей тұрған мына эголарың сияқты бірін-біріңді түсініп, ашылып сөйлесе алмай отқан сияқтысыңдар да. Айдананың саған ренжісі негізі орынды деп те ойлаймын, бірақ сенің де қызғанышың негізі орынды. Өйткені сүйген адам өзінің жарын басқа бір ер азаматтардың қасында көргісі келмейді. Дегенмен де екеулеріңе бар айтарым, бар эголарыңды жіберіп, екеуің ғана ашық сөйлесіп, мәселенің түпкі мақсаты қай жерден кетті, дәл сол жерді тауып, жылы түрде татуласқандарың дұрыс деп ойлаймын. Ислам,
мәселе болған ситуацияда емес, соған әмірдің жасаған реакциясында емес пе, қалай ойлайсыз? Енді әмірдің реакциясы ол қалыпты деп ойлаймын, өйткені өзінің жанындағы әйел азаматты қызғанып тұр деп ойлаймын да. Ол қызғаныш орынды, ер азамат өзінің әйел азаматын қызғану ол қалыпты жағдай меніңше. Ғалымжан, сіз қалай ойлайсыз? негізі олардың арасына түскен жоқпын ғой, енді екеуін Жоқ, дәл осы ситуация сіздерде болса, сіз қалай шешім қабылдар ма едіңіз? менің басыма келетін болса ма, Иә. енді менің ара қатынасыма дейін мысалға Назым жаңағыда құрбысына дружка боламын десе, хорошо, барып кел дейтін едім. Жоқ, енді уәде беріп қойды ғой. Мен ондайға зацикл кетпеймін, қалай еді орысша? Сондай ғой, короче. Жоқ, мысалға дейінші, қазір екеуміз жүрік. Иә, одан алдын жаңағыдай обещаниесін беріп қойған подружкасіне. Мен дружка болшы, бұл хорошо. И мен мына жақтан келемін де қарсы болып отырмын. Енді ар жақтың подружкасы екеуінің арасында ұрыс болған қаламаймын ғой. Онда тойда ответственность алып қойғаннан кейін, барлық нәрсені пландап қойғаннан кейін, мен кәдімгі ер азамат сияқты хорошо барып дружка бол, мен сол тойдың сыртына күтіп тұрамын деп айтамын. Қалай ма, Ғалымжан? Айтқаныңызға сене алмай жатырмын, мына жақта Назым сөз сұрап жатыр. Жоқ, Баласа ханым, тойға барып дружка болғаны не айыбы бар оның? Амира ол жақта Айдана андай ақылды қыз ғой, ол барып басқа балдармен андай флиртовать етіп, ондай ештеңе істеп жүрмейді, просто дружка болып барады, дружка болып қайтады, ондай бір артық нәрсе істейді деп ойламаймын Айдана. Сол үшін бүйтіп қатты ондайдан қызғанудың қажеті Ол жоқ. Ғалымжан дейтін әшейін бір неге видеоға қызғанып қойған адам ол сен жүреді деп ойламаймын. Негізі подружка дейтін ол қандай? Подружка дейтін ол жолдасы мен қыз жолдасы қашан қай тойда қарасақ бірге отырғызып, болмаса бірге ойын ойнатады. Әрбір жігіт мен ойлаймын қызғанады депші, әрбір қызда қызғану керек негізі ұлжас болған кезде. Оны қандай адамдар болады? Бастары бос, жігіттері, қыздары жоқ адамдар болады да, подружка. Өйткені сояқтан тауып алсын деген сияқты. Ал енді мына жерде әмірдің қызғанып отқан мен ойымша орынды. Неге орынды? Өйткені ол тойға шақырылмағанда, еще оның қызы подружка болады екен. Неге қызғанбасқа деймін да, ол уәдесін берсін, оның басқа құрбысы жоқ па шақыра салатын деген сияқты әңгіме ғой мысалы. Мына жерде Диасқа папалямға ответ берсем деп отырмын. Назым тойға шығып жүрген қыз мысалға өзінің жаңа организациясы бар. Енді тойда жүргеннен кейін, енді мен естественно, ладно, тойда жүрген адам ғой, бір тойда бір кеште ештеңе болмайтын шығар енді. Мен өзім сыртта күтіп тұрамын ғой, не болса да. Баласа ханым. Есік алдында бәрібір Иә, күтіп отырамын сол жерде, күтіп жүріп тойдан шыққанын, өзім қалада жүре тұрамын да, сөйтіп маған жазып жіберсең, той бітетін уақытта мен сол кезде ұзатылып шығып кеткен кезде мен бара саламын деп айтатынмын. Гало, семен жүргелі Гүлвира, кім әлі шықпаған? аяқтаңыз, сөзіңізді аяқтап ала қойыңыз. Видео Жоқ, семен жүргелі айтсың, Гало, семен жүргелі мен ойымша Назым әлі тойға шықпады ғой деймін, сен шықса бір қайшы, білмеймін, Ғалымжаны несеме шыдаймай тойдың ішіне кіргетіп, Назым қолына ұстап кетіп қалатын сияқты. Өйткені алдында еркеғали қалай атылғанымыз көрдік қой. Ғалымжан, мойындаш, сен қызғанасың ғой. Шын өз ойыңды айтшы. Қызғанам, әрине қызғанам. Жақсы көретін адам қызғанбай ол есі дұрыс жігіт ол қызғанбаса мен білмеймін, чувство жоқ шығар енді. Жаңа айтып жатсың ғой, екеуміз жүрген кезде Шымкентте жаңа біз бірге барған кезде тойға барып кетсек өзіміз, тойға жаңада шығып келді да, мен өзім тірлігімде кәдімгі қалада жүрдім, балдармен жүрдім. Той бітетін кезде маған хабарласып жүрден, мен өзім тойдан барып алып кеткен болатын мысалға. Жаңа еркеғалидің ситуациясын айттым, ол кезде басқа ситуация болып кетті ғой. Екеуміз ұрысып қалдық, сонымен артаңда болып кетті, 3 гүл әкеліп берді, сонымен қызғанышына сонда болып кетті да. Одан кейін мен сол нәрсені урок алдым. Өйтіп қызғанудың қажеті жоқ деп ойладым. Жаңа мамам да өзіме хабарласты, сенің әйелің емес қой жаңағыдай, өйтіп қызғанатындай. Болған жоқпын Гүлвира. Гүлвира асығып отыр едім сөйлеуге. Гүлвира сөйлеші. Гүлвира. Енді Баласа ханым, иә, қызғансын, бірақ орнымен қызғану керек қой. Енді сау қарым-қатынас деген сол нәрсе деп ойлаймын. Қайдағы жоқ, той ғой, барады, қыз жолдас болып қайтады. Оны бүкіл халық біледі да, екеуі қарым-қатынаста екенін. Мына жердегі бір әңгіме, бір баланың әңгімесі болып тұр да. Қыз жолдас болайын дедім, оны маған рұқсат берген жоқ деп. Әмірдіңкі расымен де бір балалық болып тұр да. Қызғаныштың орны болады негізінде. Осындай бір майда заттарға ренжіп қалады жігіттер. Жаңа Назеркенің сөзінің жаны бар. Жігіттеріміз ренжіп кетіп қалып жатады ғой, біресе үйіне, біресе эфирдан шығып кетеді деген сияқты. Ал қыздардың реніші оларға байқалмайды да. Ал өздері ренжіп қалса, бір мына жерде дау қылып, соны мынандай үлкен мәселе қылып шығарып тастайды ғой негізі. Сондай бір жігіттеріміз енді ренжігіш болып кеткен қазіргі кезде. Жақсы, былай жасайықшы. Енді Айдананың өзі жоқ, бірақ түсінгені бойынша әмір айтып отырғандай бұл мәселенің басы ғана солай басталған еді деп жатыр, бірақ одан да бөлек арамызда айтылмай қалған әңгімелер бар дегендей. Сондықтан
бәлкім осының барлығы бірге келе екеуінің ренжісуіне ренжісіп бір-бірлеріңмен бір шешімге келе алмауларыңызға себеп болған шығар деген ойда тұрмын. Сондықтан да біз Айдананы күтеміз. Әмір екеуі ортаға шыққан кезде, сол кезде біз міндетті түрде талқылайтын боламыз. Келмей қалып жатса, онда көреміз. Бірақ дегенмен де барынша біз Айдананы күтіп, мәселе қалай шешіледі бірге білетін боламыз, құрметті көрермен.